Тез және жылдам оқудың қажеттілігі қанша? Егер мен тура сол кітаптың аудио нұсқасын тыңдай салсам, немесе бір видео нұсқасын қарай салсам ше деген сұрақтар да бізге келеді. Мен өзім де аудиода тыңдаймын, подкастта тыңдаймын, видеода қараймын дегенмен де өзіңіз де келісетін шығарсыз. Біз аудио тыңдаған кезде толыққанды назарымыз тыңдап жатқан ақпаратқа емес, біз міндетті түрде қосымша бір нәрсе жасап келеміз. Мүмкін көлік айдап келе жатып тыңдаймыз, үй жинап, немесе тамақ жасап жатып деген секілді. Сол себепті де біздің ақпаратты түсінігіміз әлде қайда төмендей бастайды. Сол тұрғыдан да ғылыми дәлелденген, біз кітап оқыған кезде біз ол жақтағы белсенділігімізді арттырып, елестету қабілетін қосқанның арқасында кітаптан оқылған ақпарат біздің есімізде ұзағырақ сақталып, біз оны жақсырақ түсінеді екенбіз. Ал егер де сіз аудио тыңдайтын болсаңыз, сіздің назарыңыз әлде қайда көп ауыса бергендіктен ақпараттың түсінуі әлде қайда төмендеп кетеді.